Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Babu salati fil Ka'ba. Ka'banın içinde namaz oku takırıbı. Sahha fil Ka'bati el fardu ve naflu. Ka'banın içinde farz namaz bolsun, nafil namaz bolsun okuğa boladı. Onda okulan namaz durs bolup esептелинет. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Кa'банын ішінде намаз оқыған, және Кa'банын ішінде жамағат болып та оқуға болады. Ал енді Кa'баның ішінде бір тарапқа ғана қарап сап құру шарт емес. Оның ішінің бәрі қыбла ретінде саналады. Сондықтан да имамға ұйығанда бетпе-бет тұрса да, артында тұрса да, имамның жанына қарап тұрғандай болса да, бәрібір ол ұйыған болып есептелінеді, яғни Кa'баның ішінде. وَلَوْ كَانَ ظَهْرُهُ إِلَى ظَهْرِ إِمَامِهِ. Кa'баның ішінде ұйып тұрғанда, ұйушының арқасы имамның арқасына тура келіп қалса да, намаз дұрыс. Ла лиман зохруху иля ваджхихи. Бірақ ұйушының арқасы имамның жүзіне тура келіп қалмауы керек. Ондай жағдайда намаз дұрыс болмайды. Өйткені мұндай кезде имамның алдына шығып кеткен болады ұйушы. Ал енді қағида бойынша имамның алдына шығып кеткен жағдайда намаз бұзылады. Ва куриха фауқаха. Қағба тастың үстінде намаз оқу мәкрух. Бұл жерде қағба тастың үстіне шығып намаз оқуды айтып отыр. Ал енді қазіргі таңда айналасы қоршалып жоғарғы қабаттар бар мешіт Мүкәррамада. Оларда намаз оқу қағбаға беттеп намаз оқығанмен тең. Ал оның үстінде намаз оқыған кісі қағбаға жүзін беттеп намаз оқыған болып саналады. Әлгі қара тастан биік тұрған болса да, сол қара тас тарапына беттегендіктен намазы қағбаға қарап оқылған болып есептелінеді. Ва ин иқтадау хаулаха. Және қағбаның айналасында тұрып имамға жамағат ұйыса да, имам қағбаның сыртында тұрады, ал қалған жамағат қағбаны айнала сап құрады. Осылайша ол имамға ұйыйды. Хаулаха да хазамирі Кa'баға кетіп жатыр. Ва ба'духум aqrabu илейха мин имамихи сахха. Сонда кейбіреулерінің имамнан қарағанда Кa'баға жақынырақ тұруының ешқандай зиян жоқ. Сахха, онда да намаз дұрыс. Ин лам якун фи жанибихи. Бірақ имамның жанында тұрып Кa'баға жақын тұрған ұйушының намаз емес. Мысалы, имамның оң жағында тұрған кісі, сол Кa'баны айнала сап құрған кезде, имамның оң жағындағы тұрған кісі имамға қарағанда Кa'баға жақынырақ тұрған болса, ол жағдайда имамның алдына шығып кеткен болып саналады. Сол себепті намаз дұрыс емес. Ал өзге Кa'баны айнала сап құрғандар, мысалы, имам Кa'баның шығыс жағында тұрды делік. Ал ұйушы Кa'баның батыс жағында тұр. Ондай кезде, сол батыс жағында тұрған ұйушы Кa'баға имамға қарағанда жақынырақ болып тұрған болса, оның ешқандай намазға зиян жоқ. Мына жердегі айтпағы сол. Намазға қатысты бөлімді осымен аяқтаған болып саналамыз. Алла жазса, алдағы дәрісімізде жаңа бір тақырыптан бастайтын боламыз. Зекет тақырыбы. Зекет кімге парыз, зекет кімдерге беріледі деген сияқты алдағы бірнеше дәрісіміз осы зекет төңірегінде болмақ. Вальхамдулиллахи раббил алемин.